функциясынан келіп шығып, атқаратын функциясына қарай бір-біріне ұқсас болады. Адамlarda da, hayvanlarda da ұшасарлығын эпителий біріктіруші тоқыма болады. Мен кітапшам, мен кемам адамдардың скелетлері. Адамның сүйегінде 206 сүйек болады. Олардың 86-сы жоқ, қалғандары тақылып етеді. Оларда қозғалмалы һәм қозғалмайтын сүйектер бар. Қозғалатыларға қол, аяқ, бас, мойындар етеді. Қозғалмайтынға жамбас тағы басқалар. Қозғалу скелетінде тикарынан 12 жұмыртқа, 12 жүк қабырғалар һәм түз сүйектерінен ібарат болып, оның 7 жұбы ал көкірек омыртқасы. Денесінде 600-дан бұлшық ет бар, бас бұлшық еті, аяқ бұлшық ет, қол бұлшық еті. Адамның денесінде 206 сүйек бар, 23 сүйек бас сүйегі, қол сүйегі 30, аяқ сүйегі 31. Біздің темам клетка организмнің қасиеттері. Клетка бұл 3 бөлімнен тұрады. Цитоплазма, клетка мембрана, сам ядро. Клетка дегеніміз бұл әрбір тірі организмге тән қасиет болып, бұнда әрбір адамға тәсір етілген қасиет. Hayvanlar сияқты клеткалардан ібарат. Организмде клеткалар функциясы һәм формаларынан ажыралып тұрады. Клетканың ішінде қатты қою зат цитоплазма болады. Адам скелетінің денесі 206 сүйектен ібарат болып, 85 жүк, 36 тақ болады. Олардың денесіне қарай бас, дене, қол, аяқ, омыртқа бағанасы сүйектеріне бөлінеді. Омыртқа бағанасы сүйектері 33-34 сүйектілерден ібарат болады.